Және де бұл мен Күмісбек Медина және менің әріптесім Нығметова Ерасыл. Медина, қалың қалай, жалпы апта қалай өтіп жатыр? Негізі керемет. Тамаша. Медина, жалпы әлемде неше мамандық түрі бар екенін білесің бе? Біздің бастама алған бағдарламамыздың негізгі мақсаты ол болашақ мамандық иелеріне және де болашақ түлектерге өз мамандығын дұрыс таңдауға көмек беру. 72 мамандықтың барлығына тоқталып өтеміз және де қандай мамандық қаншалықты қоғамға пайдасын беретіні туралы сөйлейтін боламыз. Ал бүгінгі біздің студиямыздың қонағы кәсіпкер, шоумен әрі жүргізуші Айдар Құрымбаев. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Сәлем Ерасыл, Медина, шақырғандарыңызға рахмет. Істерің берекелі болсын. Рахмет. Жалпы бірінші сұрақ, өзіңіз жайлы айта кетсеңіз. Өзім негізі осы жердің Павлодардың тумасымын. Туған жерім осы жер. 39-шы мектепті бітірдім. Одан кейін Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодарлық мемлекеттік университетінде электроэнергетик мамандығына оқыдым. 2007 жылы түсіп, 2011 жылы бітірдім. Одан кейін юриспруденция мамандығын бітірдім. Одан кейін Международная академия ведущих, сибирский вариант. Сол Омбы қаласында сол мамандықты бітіріп, қазіргі кезде сол сүйген жарым бар, 2 балам бар, қыз Каусар және ұл Омар. Өзім әке шешемен бірге тұрамыз. Сол. Ал өзіңіздің мамандығыңыз, жұмысыңыз өзіңізге ұнай ма? Негізі, мамандығым ұнайды. 2008 жылы осы Павлодар қаласында ресторан Санур деген бір ресторанымыз бар. Сол жаққа 2008 жылы әнші болып жұмысқа түстім. Бір жыл ән айтып, одан кейін ақырын сол өнер жолын қуып, той басқарып кеттім. Содан бері осы күнге дейін ақырын той басқарып жүреміз. Солай. Керемет. Келесі сұрақ, осы жолға қалай келдіңіз? Бұл туралы толығырақ айта кетсеңіз. Осы жолға негізі әкемнің бір жан жолдасы бар. Сол жан жолдасы Сүйіндік аға, соның жұбайы Гүлзия тәтеміз сол ресторан Санурда администратор болып істегенде, сол әкем білетті менің өнер жолында жүргенімді. Сол кісіге звондайды. Гүлзия, ұлым бар, ән айтады, сол ұлымды жұмысқа алшы деп. Сонда 2008 жылы сол жаққа шақыртып бізді, ақырын ән айтып, сол кезде осы өнер жолында жұмысымыз басталды. Сол кезден бері. Одан кейін ақырын кәсіпкерлікке ауысты, бизнес саласында. Қазір енді Құдайға шүкір бизнеспен айналысамыз. Сіздің мамандығыңыздың қандай артықшылықтары бар? Артықшылықтары енді шын айтсам, басқа мамандықтарға қарағанда ма? Білмеймін, өзіңізге қандай қиындықтар туындаса егер? Негізі біздің мамандық ол халықпен жұмыс істеу, білесіздер өздеріңіз, халықпен жұмыс істегенде ол ең ауыр зат. Мұғалімдерді оқушылармен істейді. Біз болсақ, біз үлкен адамдармен істейміз. Әр кісінің көңілін табу деген бұл әрине оңай жұмыс емес. Кейбір кісілер ойлайды да, біз микрофон ұстап, халықтың алдында сөйлеп, соған өз ақшамызды аламыз. Бұл негізі дұрыс емес. Әр халықтың мінезіне қарап, көңіліне қарап, сол тіл табу керек. Сол жалпы. Біздің көрермендерімізге берер кеңесіңіз болса? Сіздердің көрермендеріңізге беретін кеңесім болса, жалпы көрермендеріңіз сол сіздер сияқты балалар ғой, мектептегі оқитын балалар. Ең бірінші жұмыс істеу керек. Жақсылап жұмыс істеу керек. Сабақ оқу керек. Неге десеңіздер, өйткені білімсіз адам бай болса, білімді адам бұдан да бай болады. Негізі білімсіз адам бай болу мүмкін, бірақ сол кісі бар білімін салса, оқыса, дамыса, сол бұдан да бай болады. Сіздің кәсібіңіз басқа, ал мамандығыңыз мүлдем басқа. Сонда неліктен солай болып кетті? Мен негізі сол мамандыққа түскенде, сол электроэнергетик болып жұмыс істейтін ойым болған.
Бірақ енді бағана оның басына айтқандай, сол өнер жолын қуып, одан көрдім да, өнер жолы негізі өз басым қатты ұнатады. Сол өнер жолында істеп, одан кейін ақырын бизнеске айналыстым. Өйткені менің өнерім сол бизнеспен ол ұқсас. Бір направление, бір бағыт бойынша істелінеді. Сондықтан сол мамандыққа, сол кәсіпке өзім ауыстым. Осы мамандықты таңдап болсаңыз, кім болушы едіңіз? Меніңше, осы мамандықта жұмыс істемесем, дизайнер болушы едім. Киім дизайнері, немесе сол интерьерный дизайнер, өйткені өз басым сол жақсы көреді. Неге десеңіздер, өйткені ресторан салғанда сол іштегі дизайнды өзім бәрін істедім. Сол шымылдығын, интерьер, мебель, жиһаздарын өзім ойлап, интернеттен қарап, немен жарасады екенін солын көріп, сол меніңше дизайнер болушы едім. Жақсы, керемет. Ал енді көрермендерімізге және де мамандық іздеп жүрген оқушыларға айта кететін тілектеріңіз болса? Айтарым бар, әрине. Неге десеңіз, өйткені қазіргі жастар олар бизнес саласын қуып жүреді. Бизнес бұл оңай зат емес. Неге десеңіздер, бизнесінде қиыншылықтар бар. Мысал келтіретін болсақ, қазіргі кезде малый средний бизнес дейді, өте қиын жағдай көріп жатыр. Елімізде, бүкіл әлемде. Қазір қарасаңыздар, кинотеатр, общественное питание, туризм саласы, тағы басқа салалар өте қиыншылықтар көріп жатыр. Сондықтан қазіргі кезде білесіздер, бизнес ұстаған кісілер кейбіреулерінде пәтерлері кредитта, басқа машиналары кредитта, сол ақшалар болмағандықтан сол пәтерлерінен, машиналарынан айырылып жатыр халық. Сол көріп жатсыздар ма, үлкен бұл риск бизнес деген. Негізі қазіргі жастарға айтарым, бір мамандық қазіргі уақыттан бастап өзіңізге не жақын, сол мамандықты таңдасаңыз, өзіңіз сүйетін мамандық. Сонда болашағыңыз жақсы болады. Орыстар айтады ғой, если ты будешь заниматься любимым делом, тебе не придется в жизни ни разу работать. Сол ғой негізі дұрыс айтылған. Сол жастарға айтарым, жақсы мамандық таңдаңыз, сүйген ісіңізбен айналысыңыз. Жақсы, рахмет. Айдар аға, осындай алтын уақытыңызды бөліп келіп, біздің студияға келіп сұхбат бергеніңіз үшін мыңда бір алғыс. Сізге де, Ерасыл, Медина, рахмет. Жаңағына бастап жатқан істеріңіз оңынан болсын, аман есен осы қонақтарыңыз көп болсын. Сізге де оқуларыңыз жақсы бітіріп, болашақта бір үлкен мамандық иесі болуға сіздерге тілеймін. Көп рахмет. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы болған жас кәсіпкер Айдар Құрымбаев. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.